Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет жұмсақ медовый торттын дайындайтын боламыз, яғни балды тортты. Менің арнамнан түрлі рецепт табасыздар, сондықтан жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Тортты дайындау үшін ең алдымен біз ыдысымызға қантымызды, майымызды және балымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Яғни сосын кейін оны орташа отта барлығы ерігенше орташа отқа қоямыз. Осындай еріп, енді қайнап келе жатқанда астын өшіріп, бір шай қасық соды қосып, жақсылап көпіргенше араластырып аламыз. Яғни видеодағыдай. Осындай аппақ көпіріп болғанша жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін оны астап салқындатып, қатты салқын емес, жылы күйінде ыдысымызға құйып, үстінен жұмыртқаларымызды бір-біртіндеп салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізге тортқа қажетті мөлшер барлығы описанияда жазылып тұр. Осылай жұмыртқамызды барлығын салып алғаннан кейін, осылай түсте болу керек, біз оған ұнымызды саламыз. Яғни қажетті мөлшерде 2 кеседей болады ол. Осындай қоюлықта болу керек, сұйықтау болса тағы да қосасыздар. Кейін дайын болған осындай қамырымызды біз алдын ала формамыз, пергамент қағазымызға жағып, форманың дөңгелектігін келтіріп аласыздар. Өздеріңіз сызып алсаңыздар да болады. Мен осындай форманың кейпін, дөңгелектігін келтіріп алдым. Сол дөңгелек бойынша жағып шығасыздар. Духовкада 180 градуста қызарғанша пісіресіздер. Ол дайын болғанша кремін дайындасақ. Креміне мен осындай қаймақпен қантты жақсылап тұрып араластырып алдым. Қант әбден ергенше жақсылап араластырдым. Осы кремді кейін біз коржымыздың үстіне жағып шығамыз. Яғни бірінші коржымызға жағамыз, осылай әбден бетіне, содан кейін үстіне келесі коржды қойып, дәл осы істерді қайталап шығамыз. Яғни барлық корждардың бетіне кремдерді жағып, бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Кейін оны біз холодильникке кремі сіңгенше 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Яғни барлық кремі сіңуі қажет. Кейін осының бетіне осындай қалған корждарды немесе печеньені ұсақтап блендерден өткізіп, осылай бетіне жағып шығамыз. Міне біздің тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.